Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында бар заттардан дайындалатын осындай өте дәмді ащы салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге сәбізіміз қажет. Сәбізіміз жуып тазалап, осылай теркадан өткізіп аламын. Достар, жасап көріңіздер, өте керемет болып шықты. Сәбізімізді өткізіп алып, енді қиярымызды ұзын-ұзын соломка қылып турап аламын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнамда қажетті видеолар болса алып көрсеңіздер болады. Етімізді де соломка қылып турап аламын. Бұл жерде мен қойдың етін қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қандай ет қолдансаңыздар да бола береді. Майлы жерін қоспаймыз, тек қара сом етін қолданатын боламын. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Етімізді турап алдым. Енді болгарскийларымызды ұзын-ұзын соломка қылып турап аламын. Менде көк болгарский болмағандықтан қысқа сақтап қойған болгарскийларымнан қостым. Достар, қалай сақтағанымды көргілеріңіз келсе, менің YouTube арнамда сілтемесі бар, астына қалдырып кетемін. Қызып тұрған қазанымызға етімізді қып-қызыл болғанға дейін қуырып аламын. Етіміз қып-қызыл болды. Енді үстіне сәбізімізді салып, кішкене қуырып, бетін жауып 10 минутқа дымдап қоямын. Енді турап алған қиярымыздың үстіне болгарскиімізді қосып, қуырып алған етімізбен сәбізімізді қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоса бересіздер. Мен укроп қосып жібердім, және де соевый соустан 3 қасып қосып, кішкене тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып қойып қойдым. 10 минутта дайын болады. Көп уақыттарыңызды алмайды, жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Жасалу жолы да өте оңай. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Келесі видеода кездескенше.